Жылауызды таңда атты алаулап, елдері тер жамандықтың барлығы. Өткен жылмен бірге кетсін әр аула. Наурызды асыған сар халқының, сағынғандар дәстүр салтын танытсын. Ұлыс ырыс жылдың басы әз мейрам. Қазағыма тек жақсылық, қазағыма тек жақсылық, қазағыма тек жақсылық дарытсын. Мен айтам бе? Қазақта сірне деген болады. Сірнені көп жерде жасамайды. Негізі сірнені мен өз Шығыс Қазақстан облысында жақсы жасайды. Бір малды сой. Маған Тілашар деген кепті. Тілашар деген мына үйде кішкентай бала 5 жас 6 жасқа толғанда мектепке келеді ғой. Соны мектепке жібергенде мына баланы Тілашар деп жағаға бұйған үлкен той жасайды. Біздің бұлар орталық Қазақстанда жоқ қайта. Мына оңтүстікте бұл үлкен той болады. Тілашар деген сол мектепке барғанда балаға жағдай жасайды. Байғазы жаңағы өзің әдемі көйлек киіп келсең, мен саған байғазы берем, қолыңа ақша берем. Иә. Тағы бір жаңа киімдер бірдеңелерді көрсетсең, әже мынаны киіп келдім десең, соған байғазы береміз, байғазы деген сол. Мен жасап алып келген тамағым наурыз көже, келе жатқан мереке қарсаңында. Ең бірінші суға жылқының жілік етін қостым, омыртқа қостым. Соны әбден қайнағаннан кейін картошка қостым, артынша сәбіз, картоп қостым, сосын күріш қостым, перловка қостым, қоюлау қостым деп. Содан кейін етімді құрап, сақтап, әбден піскеннен кейін ең соңында сүзбе қостым, сосын сүт араластырдым. Содан біздің наурыз көже дайын болды. Жасалу жолы оңға жарты қасық